Мен Торай папамын. Ал менің кішкентай інім Джордж. Бұл шошқа мама, а бұл шошқа папа. Торай папа. Тығылмақ. Пеппа мен Джордж тығылмақ ойнап жатыр. Қазір Джордждың тығылатын кезегі. Ол Пеппа санауды бітірмей тұрғанда тығылатын жерді табуы керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Джордж тығылатын жерді дәл уақытында тауып алды. 10. Енді мен істеймін. Пеппа Джордждың тығылған жерін тауып алу керек. Таптым. Пеппа Джорджды тапты. Джордж, сені табу өте оңай болды. Енді Пеппаның тығылатын кезегі. 1, 3. Мен Джорджқа санауға көмектесейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Болды, Джордж, көзіңді аша бер. Джордж Пеппаның қайда тығылғанын тауып алу керек. Пеппа үстелдің астында жоқ. Джордж, мүмкін сен жоғарыдан іздеп көресің. Пеппа төсектің астында жоқ. Бұл не деген оғаш дыбыс екен? Пеппа перделердің артында жоқ. Қайтадан жаңағы оғаш дыбыс шықты. Ол не болуы мүмкін? Джордж Пеппаның тығылып отырған жерін тапты. Джордж мені тапты. Енді папа тығылады. Ол, менің ойымша Джордж тағы да тығылып көру керек. Бірақ Джордж жақсы тығыла алмайды ғой. Бұл жолы жақсырақ тығылатынына сенімдімін. Көзіңді жұм да санай баста. 1, 2, Қап, Пеппа Джорджды оп-оңай тауып алатын болды ғой. 5, 6, Джордж, мына жерге кел. 8, 9, 10. Енді мен істеймін. Джордж стөлдің астында жоқ. Джордж ылғи стөлдің астында тығылады ғой. Мүмкін сен жоғарыдан іздеп көресің. Мен білем ол қайда. Джордж ойыншықтар себетінде. Джордж ойыншықтар себетінде жоқ. Ол қайда болуы мүмкін екен? Пеппа Джорджды ешқай жерден таба алмай жүр. Папа, Джордж ешқай жерде жоқ. Қабай, ол қай жерде тығылып отыр екен? Негізі, Джорджқа қатысты мына газетте бірдеңке бар сияқты. Джордж, таптым. Джордж, тығылатын күшті жер тауыпсың ғой. Джордж осы уақытқа шейін папаның газетінің артында тығылып отыр екен ғой.